саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Менің қолөнер каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай домашний тапочканы женский тоқитын боламын. Міне осындай жіппен, акрил жіп, мына жіп. И мынадай мынау екінші номер біз, и мынау 3-5 номер біз. Осы екеуімен тоқитын боламыз. Ең алдымен тоқу үшін табанның мына шет-шетін бәрін айналдырып тоқып алу керекпін. Мына жіптің ұшын тауып алу керекпін. Міне ұшын таптым. Енді мына жерде ме? Нет, жерде жоқ екен. А вот міне осы екі жіппен тоқитын боламын. Бір жіппен жіңішке болып кетеді. Сол себепті екі жіппен тоқимын. Міне осылай шығып тұратын болады. Біреу мына жақтан, біреу мына жақтан. Енді мен екінші номерді бізбен тоқимын. Өйткені мына жерде менде мына жер қатты нығыз тоқылғанда соған тоқу керекпін. Қала берсін. Міне осылай соединительный петлялармен тоқып шығамын. Міне осылай айландырып тоқып шығу керекпін. Осы жерден өздеріңіз тоқыңыздар, менімен бірге болыңыздар. Міне айналдырып тоқып келемін. Мына жерден жаңа басқаға болатынбыз. Жай ғана соединительный айналып тоқып келдім. Бұл енді әдемілік үшін және мына жерде тоққанда кішкене ыңғайлы болу үшін. Енді соңғысын тоқимыз. Соңғы осылай енді шығарып аламын да, мен кесіп тұрамын. Шығарып аламын да, енді қараңыздар. Мынау бізде бітіп тұр, мынау екі ортада орын бар әлі. Мына жерде мен толығымен аламын жаңасынан. Сосын мына жіпті осылай ізіме іліп, мына жаққа қарай шығарып аламын. Шығардым. Енді мынау біздің жіптің ұшы керек емес бізге негізінде. Енді қарасаңыз, мына жіптің екі ортасынан шығаруымыз керек. Міне ізімді. Опа. Міне. И мынауында міне. Енді мына жерде қосылған жері көрінбейді. Әдемі болып тұрады өзі. Менімен бірге болыңыздар, менімен бірге тоқыңыздар. Тоқымның қыр-сырын ашып айтамын сіздерге. Енді қарай мына жіпті кішкене былай қарай шығарамын. Біреуін алып шығайын бері қарай. Біреуін чуть жоғары жақтан алып шығамын да. Бір-біріне қосып байлаймыз аккуратно. Көрінбейді. Енді осыны осылай тығып жібереміз астына. Кесіп тастаймыз жіптің ұшын. Мына екінші жағда тұр, осылай кіргізіп байлап ары қарай тығып тастаймыз, потом кесеміз. Міне осындай әп-әдемі болып тоқылды. Енді мен примерно мына жерде сызықтар бар, көрініп тұр ғой, міне сызықтар былай. Осыны сызықтар тұр. Мына шлепанцаға көлденең. Енді осы міне примерно мына жерден мен тоқимын. Мына осындай. Енді мына жерден мен аламын да
жерден тоқып бастаймын ғой, иә. Екі жіппен тоқимын мен бұны. Өйткені жібіміз өте жіңішке екен. Ілмегім де қараңыздар мына. Сонда мен 3 столбик көтеремін, но мен 3-ші ілмек біздің. Енді мына жібіміздің ұшын сразу тығып тастайын, иә. Келесі столбикке салдым. И мынаны да сол жерге салайын сразу. Тура жаңағындай жібімізді тығып қоямыз. Так, давайте былай салайын. Енді бұны байласақ та болады. Для качества байлай салайық. Так. И бері өткізе саламыз. И мы көрінбей кетеді. Әдемі болу керек бізге. Качественный. Әдемі дұрыс болып тоқу керек. Вот и все. Мынаны жіпті кесіп тастап болады. Енді ары қарай мен бұны накидпен тоқимын. Накид жасаймыз, иә. Тура болса столбикқа тура воздушныйымыздың астынан, воздушный септикінің астынан тағы да столбик көтеремін. Әдемі біздімде 3 ілмек. Екі жіптен мына екі жіпке қойып, екі жіптен өзде 3 ілмек. Енді былай бірінші 2 ілмектен шығармадым. Енді біздімде 2 ілмек, енді одан 2 ілмектен 1 ілмек шығармадым. Накид. Келесі енді тура сол столбикқа қайтадан тоқимын. Осылай накид келесіне сосын тағы осылай тоқимын. Осылай тағы тоқимын. Накид келесі столбик, бұл столбикке құлып тоқимын. Екінші бір жерге екеу тоқып жатып соның өзінде. Накид келесі столбиктен накид тура сол жерге тағы. Енді кішкене басында кішкене ыңғайсыз болды, но ничего. Зато әдемі тоқимыз. Біреу тоқыммен мына жерде көрінеді. И мен тағы бір тура сол жерге мына тағы бір столбик сәдемін. Басынан аяғына дейін бізде столбик сәдемін тоқылады. Негізі жай ғана столбик сәдемін накид емес, а просто столбик без накида тоқсаңыздар болады. Мен столбик сәдемін накидын тоқимын. Так. Осы жалпақтығын жетеді деп ойлаймын. Мына жаққа артық болып кетеді. Осындай жалпақтығы енді. Опа. Біреу. Екеу. Накид. Енді мынау қарасаңыздар, мына столбик бізде, мына столбик тұр, енді мына столбикқа тоқимыз. Екінші столбикқа. Енді поворотын видами, бұрдым, иә. Қайтқан столбик сәдемін накидын тоқимын.
столбик мына столбик үстіне тұр. Міне енді мына столбикқа мен тақу керекпін. Nakit үстеп ары бері ұзындығы енді аяқтың жалпақтығына қарап тоқисыздар. Біздің тоқып жатқан домашний үсті ғой, соны жалпақтығына түсіремін. Мына жерден мына жерге дейін қанша тоқу керек екенін өздеріңіз аяқтың жалпақтығына қарап тоқисыздар ғой. Енді өздеріңіз тоқыңыздар мына жерге дейін. Міне қараңыздар, мен осынша тоқыдым. Мен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 поворотными рядами 8 қатар тоқыдым. Енді бұл былай кішкене былай ма болған болады, біз қазір әлі түсініксіз, мен кейінірек көрсетемін. И мен получается жартысын тоқыдым. И мына домашний тапочкамыздың іші мынандай бежевый түсте болады. Сарғыш қоңыр. Міне енді мына жерде мен уже жіпті кесіп алдым. Nakit жасаймыз да, ең соңғы столбикті тоқумен. Столбик. Мына жерде мен қазір бежевый түсті қосу керекпін. Осылай. Енді 1, 2. Мына жіптің ұштарын кейінірек тауып қоямыз. Енді мына екінші столбик тоқу бересіз тұр, бағанағыдай тауып қоямыз. Екі жіптен белгілеп накид. Келесі бізде 3 жіп, 3 ілмек. 3 ілмек, бірінші мына 2 ілмектен шығарып аламыз. Біздің 2 ілмек өстіп столбик с одним накидом тоқып шығамыз. Жаңағы қанша керек, аяқтың жалпақтығына қарап тоқимыз. Негізінде бұл жіптен тоқылғандықтан кішкене все равно созылады. Аяққа да қысылып тұрғаны дұрыс болады сөзде. Бәрібір созылады бұл аяқ киім. Бәрібір тоқып шығасыздар осылай. Міне қараңыздар, мына жағы 8 қатар тоқысам, мен мына жерге тоже 8 қатар тоқыдым. Осындай болып шығу керек. Енді ол былай болады. Осындай тапочки болады. Мына шешетін біз тоқып шығу керекпіз, өйткені ол кішкене созып кету мүмкіндігі бар. Сол себепті жаңағыдай шешетін тоқып шығу керекпіз. Міне былай болады, и біз жіпті мынаның ішіне қарай тығып тастау керекпіз бүйтіп. Екі жіпті былай алып кіргіземін. Потом мысалы мына жіптен алғанда бір жіпті ғана. Бір жіп тұрасың, бір жіп қалды. Енді осыны осылай байлаймын 2 рет. Қатты тартпаймын, сөйткен мына жіп жиналып қалады. Мен кішкене тартып жібердім. Тағы да бір рет байлаймын. Енді осы 2 жіпті ағай тағамыз осы жіпті потом кесіп тастау керекпіз. Голубой жіпті, көгілдір түсті жіпті де осылай жіпін байлаймыз. Осылай байлаймыз. Міне қараңыздар, осындай тоқыдым. Мына жақта көгілдір түстен 8 қатар, и сарғыш түстен де, қоңыр сарғыштан да 8 қатар тоқыдым. Енді ең түбінен прям мен көгілдір түсті жіппен мына екі шетін тоқып шығамын. Ол бізге жаңағы страховка ретінде, страховка болғанда соғып кетпес үшін шет-шеті и әдемілік үшін де. Осылай. Осылай столбик без накида техникасына тоқимыз. Көрініп тұр, обычный столбик без накида. Чистито, знаете, болып тоқылады. Осындай етіп тоқып
шықтым. Енді мына шетіған алдым. Мынау кішкене қиналып кетті бізде до конца тоқылмауымыз не. Осылай. И мына жерде қазір примерно нәрсені аласың. Бұл жер қазір мына жіпті тартқан кезде ол жиналатын болады. Мына жіпті кестім и былай шығарып аламын. Енді екінші жағын тоқу керекпіз. Екінші жағын енді мына жақтан бастай алмаймыз, мына жерден бастап тоқимыз. Кері қарай тоқимыз. Тура араға беті сияқты, мына шеті сияқты. Осы жағда жай ғана столбик безнайкада техникасына тоқып шығамыз. Mana осындай әп-әдемі болып шығып келеді жағына қарай. Енді жібімізді кесіп, мынаның астына бәлек тақып тастаймын. Енді қарасаңыздар, көк түстен 8 қатар тоқыдым және қоңыр түстен 8 қатар тоқыдым. Енді мына тоққан тік бұрышымды и мен шететін столбик безнайкада тоқып шықтым. Енді мына былай бұрамын алдыға қарай. Енді мына жерде алып, мынаның ұшынан кіргізіп, мына жерден петлят шығарып аламын сыртқа қарай. Енді тоқып бастаймыз. Мына жерде міне екі сызық, былай сызық. Соның примерно ортасында тоқып басталған. Мен де алып келемін, мына жерден тура келіп тұр. Енді ілмекті белгілі шығарып аламын тартып. Енді ары қарай уже соединительный петлямен тоқып бастаймын. Кіргізді. Көзге ілмекімді ілдім. Енді қарасаңыздар, мен басында тоққанда бір мынадай мына жер бір соединительный петля, соединительный бір жерден екі столбик көтерген болатын. Енді мына жерде бір менің соединительный столбигіме, мына жерге екеу тоқу керек болған. Мына жерде мысалы мынадай екеу мысалы келесі столбикқа салам и міне мына жерден алдым, мына петлядан алдым. Келесі қайтадан осы көк соединительный саламда тура осы жерден и мынаны аламын. Қарасаңыздар, байқайсыздар. Тура осы жерге саламын да келесі столбиктен аламын, жанындағы столбик. Шығардым. Сразу соединительный столбик. Осылай кезек-кезек тоқимыз да, тура менің мына жерде мына жер біткен жер бар, тура өсіп келеміз да, мына жерден біту керекпіз біз. Бірдей болу үшін мына жерде бүйтіп.
осындай тоқылады. Соединительный столбиктер. Қарап отырамыз мына жерде бірде бірде. Келесі қоңыр столбиктен алды не? Қоңыр түсті. Үстін жағына домашний тапочка. И вот так. Өстіп соединять этих половин. Осылай соңына дейін тоқышамыз. Міне осылай шығады. Міне қарасаңыздар, оны осындай тоқып шықты. Міне осындай. Енді міне мына жерге сызықтан көріп тұрсыздар ғой, былай сызықтар болып тұр ғой. Кішкене анықтап қарасаңыздар, сызықтар көреді. Мына жерден сызықтан басталды, мына сызықтан аяқталды. Мына жерде де мына сызықтан екі сызық. Соң ортасынан тоқып та мына жерде тоже екі ортасында. Осындай тоқып шықты. Енді мына жерін мен аяқтап көрсететін боламын. Енді осыны аламыз да бері қарай ішіне кіргізіп қоямыз, өйткені мына сыртында грубый болып қалмасын. Сыртында байласақ, сырты кішкене неаккуратный болып қалады, міне ішіне салып. Сырты осындай болды. Енді жіпті ішіне қарай кіргізіп алдындағындай байлап тастаймыз. Мен осылай кіргіздім, осылай ішіне. Бір жіптен ғана аламды. Осыны байлаймын. Екі рет. Тағы бір рет. Осындай шлепанцы шықты бізде. Енді мына жерге маншықтар жабыстырып қойсаңыздар болады, тігіп гүл тоқып қойсақ болады мына жерге. Осындай әдемі шлепанцы домашний. Все, мындай.